Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода құлпынай тосабын жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де ұнаған болса, төменгі комментарийге міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ең алдымен құлпынайды осылай жуып, тазалап алатын боламыз. Жапырағын соңынан жұлып алып тастаймыз. Жапырағын бірінші тазалайтын болсаңыздар, жапырақтың орнына су кіріп, тосаптарыңыз сулы болып кетеді, сондықтан соңында тазалаймыз жапырақты. Құлпынайды тазалап болған соң, үстіне килограммына сәйкестендіріп шекер салатын боламыз. Мысалға 1 килограмм құлпынай болса, 700 грамм шекер салатын боламыз. Құлпынайдың өзі тәтті болғандықтан шекерін сәл аздау қыламыз. Енді 2 сағат, 3 сағатқа қойып қоямыз. Құлпынайдың өзінің сөлі шығу қажет. Міне 3 сағат уақыт өтті, құлпынайдың өзінің шырыны шықты. Енді құлпынайды қайнатамыз. Құлпынайды отқа қойып, жанында қайнағанын күтеміз. Арасында түбіне жабысып қалмасы үшін, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, астынан жайлап қозғап тұратын боламыз арасында. Құлпынайымыз қайнады, оттың астын жай орташа қылып қойып, 10 минут қайнатып аламыз да суытуға қоямыз. Осы аралықта банкаларымызды жуып тазалап, 5 минуттан булаймыз. Қақпақты 2-3 минутқа қайнатып аламыз. Міне осымен барлығы дайын болды. Енді құлпынайды екінші қайтара тағы қайнатамыз. 10 минут қайнатып аламыз. 10 минут өткен соң банкаларға құйып құлпынайды жабатын боламыз. Бетіндегі көбігін алып тастасаңыздар болады. Мен көбігін алмадым. Банкаға құйылғаннан кейін өзі тарап жоқ болып кетеді көбігі. Міне құлпынайдың барлығын құйып, банкаларға жауып шықтық. Осымен құлпынай тосабымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.